Шоқан Уәлиханов, шын есімі Мұхаммед Қанапия. Ол 1835 жылы дүниеге келген қазақтың ұлы ғалымы. 19 ғасырдың екінші жартысында демократтық ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мен Айтжан Құрымғалиұлы, Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өлкетану әдебиеттер бөлімінің қызметкерімін. Бүгінгі күні дәл осы Шоқан Уәлихановқа арналған Жарылғап Бейсенбайұлының Шоқан атты деректі кітабын ұсынғалы отырмын. Жарылғап Бейсенбайұлы көп жылдар бойы Шоқан өмірін зерттеп, оның Ыстықкөл сапарын ізін қайталап жүріп өткен, ұлы тұлға ғұмыр кешкен мекендерді аралап, осы тақырыпқа арналған Шоқан ізі мен Жасын тағдыр жарқылы атты кітаптары, көптеген мақалалары жарық көрген белгілі журналист, зерттеуші және жазушы. Автор сол кездері үзбей жинаған мол деректерін кейінгі жылдары мәдени мұра бағдарламасы бойынша жарияланып жатқан жаңа тарихи мұрағатты құжаттар мен ғаламтор, интернет аясында орналастырылған дәйекті материалдар мен анықтамалық мағлұматтар байыта отырып, Шоқан Уәлихановтың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында қолдарыңызға көлемді тарихи ғұмырнамалық деректі хикаят ұсынып отыр. Кітапта қазақтың ұлы ғалымының өмірі мен оның заманына қатысты бұрын беймәлім болып келген көптеген тұстары жаңаша барлау жасалынады, тиянақты байыптаулар түйіледі. Құрметті оқырмандар, кітап 8 бөлімнен тұрады.